Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін OLX сабақтың екінші күні. Бұл сабақта біз не үйренеміз? Бүгінгі сабақта біз OLX-та жарнама берген кездегі тексттердің қателіктері мен пайдасы, яғни айтқанда артықшылығын үйренетін боламыз. Бірінші сабақты бастамас бұрын осы YouTube каналға тіркеліп, осы видеоны достарыңызға таратыңыздар. Себебі осы видео арқылы сіздің танысыңыз табыс табуына көмектесіңіз. Лайк басып, жазылып, комментарий жазып кетіңіз. Ал кет. Біз үшінші сабақты бастаймыз. OLX-ің үшінші сабағын бастамас бұрын OLX-ті басып аламыз. OLX-ің ішіне кіреміз. Кірген кезде бізде осылай ашылады. Енді біз әрбіріне кіріп шығайық. Мына Втопия деген не ол? Втопия деген оған ақша төлеген адамдарынкі осылай шығады. Ал ақша төлемеген адамдарынкі осылай 60 теңге деп шығады. Мысалы, мынаған кірейік. Но продам внедорожник дейді. Но дұрыс емес тақырып. Тақырыпқа әртүрлі жазу керек еді. Яғни айтқанда, адамдар бұл машинаны қалай іздейді, солай жазу керек еді. Сосын астыра түсеміз. Мінекей, мынаны сізде оқитын беді. Продам отличный деген сияқты. Toyota, анау мына. Бұны көп адам оқымайды. Оқу мүмкін, бірақ мынау көптеу көрінеді. Яғни айтқанда, как будто бұл үлкен сөйлем сияқты. Екіншісін көрейік. Астролог дейді. Мынаның магия онлайн задание дейді. Мынау өтпейтін нәрсе. Фото өтпейді. Фотосы қате. Мынаның да фотосы қате. Негізі көбінесе алдыңғы фотосын қойылған дұрыс еді. Алдыңғы фотосын. Мысалы, мынаны сәл оң жақтан алса керемет болсын. Мына фотода дұрыс емес, ал копирайтингін көретін болсақ, здравствуй. Я продаю футбол за способности свыш. Мынау сәл ғана дұрыс, сәл ғана. 10% ғана дұрыс. Өйткені бұда call to action кішкентай болса да call to action болып тұрады. Сондықтан да мүмкін мен 10%-ын дұрыс деп айта аламын. Және де бұл абзаспен жазған. Мынаны қараңызда, не абзас жазбаған, ал мына жақта абзас бар. Сондықтан да бұны оқуға қиналмайды адамдар. Мынау машинаның резеңкесі. Бұл фотосы дұрыс емес. Осындай фотода сізде кірмейтін едіңізді, мойындаңыздаршы. Сәл дөңгелектің үстінен алғанда, дұқтымаған полны көрсеткенде, мүмкін бұл адам бұл жаққа кіретін еді. Және де бұда копирайтинг дұрыс емес. Комплект үстінен шейін деп қойған. Ол дұрыс емес. Және де бұлда call to action жоқ. Сіз әрекетке шақыру. Жаңа сіздерге мен лайк бас, комментарий жаз демесем, сіздер жазбас едіңіздер, лайк баспас едіңіздер. Сондықтан да call to action қою керек. Дәл қазір хабарлас. Немесе мынау сияқты да қойсаңыз да болады. Просьба обращаться только в WhatsApp. Мынада жоқ. Мынаны өзім үшін көрейік. Көрдіңіздер ме, мынаны фотосы біреу болсын көрсеңіз. Хоть мынандай қойсаңыз болатын еді. Зимная резинка деген секілді фотосы. Сол фото сәл болсын жақсы. Енді мына AirPods қателік жіберген екен. Бұл жақта не очень болған екен. Не очень болыпты, сондықтан да бұл фото дұрыс емес. Мына заголовкаға мен бірінші сабақта айтқан болатынмын. Бірінші сабақта не дедім? AirPods 2, AirPods копия, как-то солай жазу керек еді.
Адамдар бұны қалай іздейді? Беш бабадан наушник, осындай наушник деп іздеу мүмкін. Соны жазып шығу керек еді. Ал енді копирайтивті байқайтын болсақ, өздеріңіз оқитын беңіз оны. Мынаны оқымайсыздар. Бұл қателігі бар. Мынада фотосы қателік. Сіздерге айтайын, адамдардың просмотр саны фотоға байланысты. Мінекей, мына жақта 12 ғана, мына жақта 3 ғана просмотр тұр. Не үшін? Мысалы, мынау iPod сатады, қазір сіздерге көрсетемін. Мынау тоже iPod сатады, бірақ бұда 111. Себебі бұның фотосы сәл болсын өтіп тұр. Сондықтан адамдар көп кіреді. Түсінікті ма? Мынада вообще көп шығар, 320. Адамдар өту үшін сондай керек. Мынау слишком көп. Ең дұрысы, бірінші тақырып офер жазасыздар. Офер жазып болғаннан кейін барып, артықшылықтарын жазасыздар. Артықшылықтан кейін бойына тигізесіздер. Бойына тигізгеннен кейін барып, call to action қоясыздар. Дәл қазір хабарлассаң, жеткізуші тегін деген секілді. Фотосы дұрыс емес. Мінекей фотосы сәл ғана дұрыс. Көрдіңіздер ме? 674 адам қараған. Мынаның фотосы сәл ғана дұрыс. Бұл деген сөз, өздеріңіз көрдіңіздер, мейлінше осыны қолға алыңыздар. Жарайды ма? Сіздермен болған мен Саят Ахмет, менімен болғандарыңызға рахмет. Жазуды ұмытпайық, кластар.